Ауызашарға бар жоғы 30 минутта дайын болатын өте оңай және де жеңіл тағам түрін жасаймыз. Алдымен котлеттерімізді дайындаймыз. Тартылған етке жібітілген нан, блендерден өткізілген пияз, бір жұмыртқа және де дәмдеуіштерін қосып, жақсылап араластырамыз. Енді осы видеода көрсетілгендей етіп, алақанымыздың көмегімен котлеттердің формасын шығарамыз. Келесі кезекте салқын суға аз ғана тұз саламыз және де томат пастасынан 2 ас қасық салып, жақсылап араластырып дайындап қоямыз. Енді қызып тұрған майға осы котлеттерімізді салып, екі жағын қызартып қуырып аламыз. Екі жақ әбден қызарғаннан соң жаңағы суымызды үстіне құйып, қақпағын жауып, газдың баяу отында 30 минут көлемінде пісіреміз. Жанына пюре жасадым. Піскен картошканың үстіне сары май қосамыз. Жақсылап есіп болғаннан соң дәміне қарай аз ғана тұз және де ыстық сүт құйып, жақсылап араластырамыз. Осымен біздің кешкі асымыз дайын. Міндетті түрде қыздар ауызашарға жасап көріңіздер. Әрине ыстық тағамда отбасыма өзіміздің ең сүйікті чемпион кения шайымен ұсынамын. Құрамында ешқандай бояғыштары жоқ, өте дәмді шай. Ал міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын, менің пайталы парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар.